We've talked about the past, we've talked about the future. Now it's time to talk about forever. Marvel Studios басшысы Кевин Файги осы жылғы Hall H панелінде жанкүйерлерге 5-ші фазаның жобалар тізімін сыйға тартты. Соның ішінде 6 блокбастерлік фильмдер мен 6 Disney Plus экшн сериясы бар. Ардагерлер мен жаңадан келгендер мультиверс сага үшін шексіздік сага ауқыммен бәсекелесе алатын оқиғаларды баяндауға дайын. 2019 жылға қарай отырып, Файги Комик-конда 4-ші кезеңнің алғашқы жобаларының көпшілігін ашты. Содан кейін D23-те бірнеше қосымша серияларды қосты. Сонымен бірге негізгі кастингпен бұрын жарияланған кәсіпорындар туралы жаңа мәліметтерді ашты. Қыркүйек айындағы D23 Expo Disney компаниясының жеке хабарландыру көрмесі өтеді. Ол жерде болашақ Marvel Studios жобалар туралы бұдан да маңызды хабарландыру болады. Ал егер 2021 жылы Disney Plus платформасына тұсауы кесілген шоулардың бірі. Осы аттас Marvel комик сериясына негізделген бұл анимациялық антология балама уақыт сызбаларын қарастырады. Мультелемнің қаншалықты кең екенін ескере отырып, Disney Plus және Marvel Studios шоуды тағы бір маусымға созудың мағынасы бар. Капитан Картер мен қазір қалқан басшысы болып табылатын егде жастағы Баки Барнсты қосалғанда, бір қатар таныс кейіпкерлер бейнеленген хабарлады. Көрсетілген басқа кейіпкерлер Хелла, T'Challa, Ванда, Қызыл күзетші және Танос. Көрсетілген кадрларда Капитан Американың Таноспен соғысып жатып уақыттасын қолғаптан қағып түсірген көрсетті. 1602 жылы тағы бір оқиға Венву мен Онсахинаның оралуы. Один Мандаринге қарсы. Капитан Картер қысқы сарбазбен кездеседі. Асгардтық өлім құдайы Хелланың оқиғасы. Тони Старк Валкириямен және Сакардағы халықпен бірге болады. Сондай-ақ панельге қатысушылар Капитан Картер Гидра Стромпермен соғыса ше атты бірінші эпизодты көру мүмкіндігіне ие болды. Және Элизабет Уилсон сериалда Ванда ретінде оралатынын растады. Анимациялық сериалдың 3-ші маусымы қазірдің өзінде дайын. Сериалдың актерлік құрамынан ешкім расталмады. Бірақ бірінші маусымда пайда болған актерлардың бәрі оралуы мүмкін. Егер осы маусым 4-ші кезеңдегі сюжеттік нүктелерге араласатын болса, онда Қара жесір, Шанг-Чи және Мәңгілік фильмдерінің көптеген актерлары шоуда өнер көрсете алады. Marvel 22 шілдеде жұма күні таңертең барлық алдағы анимациялық жобалары, соның ішінде көптен күткен Marvel зомби сериясы туралы эксклюзивті ақпаратты жариялау үшін панель өткізді. Анимация бөлімінің басшысы Брэд Виндербаум, визуалды дамыту бөлімінің басшысы Райан Майнердинге қосылып, Ballroom 20 панелінің тақырыбын қозғап, конгресске қатысушыларға эксклюзивті алғашқы көзқарас ұсынды. Суретте көргендей капитан бастаған зомбилер арасында қыран көз, Капитан Марвел, Ванда, Окойо, тіпті мәңгілік Икаристің зомби нұсқалары бар. Тірі қалғандар арасында Элена Белва, Кейт Бишоп, Қызыл сақшы, Джейми Ву, өлім дейлері, Шанг-Чи және Камала Хан сияқты кейіпкерлермен кездеседі. Marvel ғаламын жалмап жатқан ет жейтін зомби жобасы алғаш рет 2021 жылы Disney Plus анимациялық сериясына енгізілген. Ол біздің супер қахрамандарға арналған бірнеше балама сценарийді зерттеген. Зомби індеті мүлдем түпнұсқа идея болмаса да, қорқынышты версияға айналдыру осы уақытқа дейін кино әлемде ешқашан зерттелмеген. 1990 жылдардың аяғында өте танымал болған анимациялық сериясы ностальгия үшін X адамдар 97 деп аталатын жаңартылған нұсқада шығады. Marvel Animation панелі сонымен қатар Магнето бастаған классикалық X-мен құрамын растады. Жаңа шоудың көркемдік стилі мен бұрынғы кейіпкерлерін сақтап қалған. Сонымен бірге Sunspot, Cable, Bishop және Nightcrawler сияқты жаңа кейіпкерлерді қосады. Marvel Studios сонымен қатар 2-ші маусымның жасыл жарықпен жанғанын растады. Анимациялық сериал 2023 жылдың күзінде дебют жасайды. Питер Паркер 2016 жылы Капитан Америка азаматтық соғыс фильмінде таныстырылған кезде, біз Тони Старк пен Стив Роджерстың қақтастарына әкелгенге дейін бір жылдай достық қарым-қатынаста болған жас өрмекші адамды кездестірдік. Енді біз танымал суперқаһарманның алғашқы күндерін көру мүмкіндігіне ие болып отырмыз. Өйткені өрмекші адам бірінші курс анимациялық сериясының алғашқы суреттері Сан-Диего Комик-конда көрсетілді. Сондай-ақ Мэтт Мёрдокты Чарли Кокс дауысқа салатынын хабарлады. Панель шоудың 2-ші маусымы Питер Паркердің 2-ші курсына арналатын және сәйкесінше өрмекші адам софтмор жылы деп аталатын тағы бір жобасын хабарлады. Өрмекші адам 1-ші курс жобасына Джефф Трамес сценарий жазып қана қоймай, атқарушы продюсер болады. Хабарландырумен бірге берілген конспектіде бұл сериал Питер Паркер өрмекші адам болу жолында біз бұрын-соңды көрмеген саяхатпен және кейіпкердің түпкі тамырын атап өтетін комик стиліне жалғасатыны айтылған. Қазіргі уақытта Том Холландтың кейіпкер ретіндегі рөлін қайталайтыны белгісіз. Одан басқа сериалға Дәрігер Стрэндж, Норман және Хэри Осборн, Daredevil және Халк атанатын Адамит Шой қатысады. Өрмекші адам 1-ші курс Disney Plus экранында 2024 жылы шығады. Қара Пантера, Мәңгілік Ваканда 4-ші кезеңнің соңғы жобасы болмақ. Комик-конға актерлар мен режиссерлар келіп, фильмнің Ваканда тарихын зерттейтіні туралы айтты.
Сонымен қатар Теннес Хуэрта Атлантида бейнесі Неморды сомдайтынын растады. Конференцияда желіде бірден пайда болған фильмнің трейлері көрсетілді. Ол Ваканда тұрғындардың T'Challaдан айырылып қалай жоқтағанына назар аударды. Актер Чедвик Боузман 2020 жылы қатерлі ісікпен күрескеннен кейін қайтыс болды. Marvel Studios президенті Кевин Файги оны T'Challa ретінде ешкіммен ауыстырмайтынын мәлімдеді. Дегенмен жалғасы Боузманның жоқтығына қалай әсер ететіні белгісіз болып қалды. Ваканда мәңгілік ресми конспекциясы бұл тақырыпты қозғамайды. Ваканда халқы T'Challaдан айырылғаннан кейін қауіпті жағдайға тап болады. Мұның көп бөлігін трейлердегі көріністерден көруге болады. Актер Пол Рад «Құмырсқа адам» трилогиясын аяқтайды. Таспа режиссері Пейтон Рид жақында жаңа сұхбат берді. Режиссердің айтуынша Quantumania фильмі бұрынғы бөлімдерден ауқымы жағынан ерекшеленеді. Сонымен қатар Пейтон Рид өзінің жеке актерлік топтың «Құмырсқа адам» суперқаһарманы туралы тұтас трилогияны түсіре алғандарына қуанышты екенін мойындады. Фильмде Канг рөліндегі Билл Мюррей мен Джонатан Мейджорс ойнайтыны бұрыннан белгілі. Үлкен кибернетикалық басы бар зұлым Мадоктың пайда болуын ешкім күтпеген шығар. Бейнеде ол ештеңе айтпайды, бірақ Канг әдеттегідей әңгімешіл адам. Скотт Лэнг, сіз қызық адамсыз. Сізде уақыт көп, бірақ уақыт сіз ойлағандай емес. Сонымен қатар конвенцияда кейіпкердің жаңа қызы алғаш рет таныстырылды. Қазір оны Кейтрин Ньютон сомдайды. Айта кетейік, құмырсқалар отбасы бірден екі қарсыласы, жаулап алушы Канг және Мадокпен кездеседі. Осыған байланысты үшінші бөлім, соңғы екі фильмнен әлдеқайда эпикалық болатын шығар. Біз үлкен бетбұрыс жасап, одан да эпикалық фильм түсіргіміз келді. Сонымен бірге отбасылық қарым-қатынастар туралы Скотт, Хоуп және Кейси арасында болып жатқан барлық оқиғаларды алға тартып жатырмыз. Осылайша кейіпкерлерімізді Кангке қарсы қою мүмкіндігі біз үшін үлкен жетістік деп түйіндеді режиссер. Құмырсқа мен аралар туралы айту ерте болып көрінуі мүмкін, бірақ фильм 17 ақпанда ашылатынын ұмытпайық. Quantumania 5 кезеңнің бірінші фильмі болады. Канг өз жолында кез келген адаммен күреседі. Әрекеттердің көпшілігі кванттық аймақта өтеді. Дәл осы жерде шындықты уақыт кесесін басқара алады. Қалған адам нұсқасы басқа әлемнен келген нұсқалар арасындағы көп жақты соғыстарды жеңіп, қасиетті уақыт кесесін өз тәртібіне әкеле алды. Біз әрқашан ТВ кванттық аймақта тұрады деп күдіктенгенбіз. Сонымен қатар Канг өзінің өлуіне жол бермейтін қандай да бір құрылғыны басқарады. Шамасы оның өмірі тоқырауға ұшырайды. Қазіргі уақытта Канг қайтыс болған сайын бұрынғы нұсқасы оның орнын басады. Сиквелде ғашығын құтқарып қалған Хэнктің жұбайы Джанеттің кванттық әлемде патша Крейлармен қарым-қатынаста болған білеміз. Патша барлық Кангты жеңу үшін әскер жинайды. Оның үстіне Мадокта осы армияның бір бөлігі болады. Бірінші бөлімде Скоттың қарсыласы болған сары жейде Quantumania'да Мадок болып шығады. Мадок сонымен қатар зұлым Канг үшін жұмыс істейді және шайқас кезінде оны сатып кетіп, Кангтың технологиясын қолданып, содан кейін Кейси мен құмырсқалар отбасына шабуыл жасайды. Мадок жерді басып алуды көздеген кезде кейіпкерлер кванттық аймақта қалып қояды. Бұл жоспар Мадок үшін жақсы нәтиже бермейді. Осылайша құмырсқалар отбасы Кангтың өлімінен құтылуға мүмкіндік беретін цикл туралы біледі. Біз Хоуп, Кейси және Хэнктің қаза тапқанын Канг Джанетке көрсететін балама хронологияда көреміз. Қорқынышты көріністің куәсі болған Джанет Кангпен бірге кетіп құрбандық жасайды. Джанет Кангпен кетуі нәтижесінде өлуі мүмкін. Құмырсқа адам Ара, Хэнк және Кейси қалған кек алушыларға алдыға қауіп туралы хабарлау үшін жерге оралады. Жерге келген соң Вонг, Сэм және халықтың жаңа қарсыласын талқылау үшін фильмнің соңында жиналады. Оның үстіне Вонг комартаждан перденің сынғандығы туралы ескерту алады. Бұл ессіз мультфильмде басталған шабуылға қатысты меңзеп айтқан шығар. Посткредиттік көріністе Канг өзінің оң қолы болып табылатын перғау нұсқасымен сөйлесіп жатыр. Олар Локи мен ТВ туралы әңгімелеседі. Локидің екінші маусымы фараон Кангке қарсы төңкеріс жасауы мүмкін. Айтпақшы, біз Айсері сериалында Канг перғауының сілтемелерін көрдік. Бірде Ник Фьюридің соңғы жолы мен біреуге сенгенінде бір көзімен айырылдым деген сөзі бар. Содан кейін біз Капитан Марвелде бөтен мысықтың көзін жұлып алғанын білгенде, Фьюри өзінің салқынқандық факторын жоғалтты. Бастапқы Темір адам фильміндегі соңғы кредиттік сахнадан бері шамамен 10 шақты жобаларда көрінсе де, Ник Фьюри алғаш рет өз тарихының жетекші адамы болады. Тизер Ник Фьюридің ақыры жерге оралуымен ашылады. Бұл жолы толық сұр сақалмен және оның көзіне қара дақтар жоқ. Бұдан әрі Фьюри әртүрлі беттермен әрекеттеседі. Олардың кейбіреуін бұрын көрдік. Біз Талоста адам кейпінде көріп қана қоймаймыз. Ол кәдімгі Бен Мендельсонге ұқсайды. Сонымен қатар Джеймс Роудс соғыс машинасы ретінде оралған Дон Читлды, агент Эверетт Россты сомдаған Мартин Фриманды көреміз. Марвел киноәлеміне алғаш рет қосылып отырған Оскар иегері Оливия Колман мен тақтар ойының түлегі Эмили Кларк бар.
Біз олардың кімді ойнайтынын әлі білмейміз, бірақ жанкүйерлер кем дегенде біреуі құпия шабуыл комикстеріндегі Скрул ханшайымы болуы мүмкін деп болжады. Жалпы трейлердің тоны керемет, кез келген адам күткеннен әлдеқайда қараңғы. Бұл ғылыми фантастикаға негізделген психологиялық үрей элементтері бар тыңшылық драмасы ретінде ұсынылған сияқты. Коби Смолдерс трейлер эфирге шыққанға дейін өз пікірімен бөлісті. Бұл қараңғы шоу. Біз кейіпкерлерге тереңірек үңілеміз. Бұл қызықты трейлер болады, және сіз адамдардың кім екенін ешқашан шатасып біле алмайсыз. Олар Скрул ма, олар адам ба? Бұл азап ойланатын ойын болады. Бұл уәде етілген стиль алдыңғы жобаларға ұқсамайды, және Капитан Марвелдегі Фьюри мен Скрулдарды көргендерімізден үлкен тональды өзгеріс болып табылады. Комикстерде құпия шабуыл сюжеттік желісі, өрмекші адам үйден алыс фильміндегі Мессиро айтқандай, кек алушылар деңгейіндегі қауіп. Марвел комикстерінде азамат соғыс сюжетінен кейін құпия шабуыл Тони Старк қалқан директор болып табылатын әлемде басталады. Азаматтық соғысты бастаған суперқахармандарды тіркеу актісі арқасында кейбір кейіпкерлер заңсыз деп саналады. Бұл дау кейінге қалып, мәселенің екінші жағында кейіпкерлер Скрулдардың жерді жаулап алу әрекеті белгілі болған кезде бірігуге мәжбүр болады. Олардың зұлым патшайымы басқарған Скрулдары бейбіт тұрғындарды супер тіршілік иелерінде жердің көптеген азаматтарын ұрлап әкетіп, оларды Скрулдармен алмастырып, олардың соққы беру мүмкіндігін шыдамдылықпен күткен агенттерді жібереді. Шоудың негізін қалаушы Кайл Брэдстрит бұрынғы табысты сериал Мистер Роботта жазушы және продюсер болған. Экипаждың басқа мүшелеріне кинематографист Реми Адафарасин, ғарышта жоғалған қойылымның дизайнері Фрэнк Уолш және қара айна костюмның дизайнері Клэр Эндерсон кіреді. Ганды жобадан уақытша шығарып тастап, оның суицид отряды мен бейбітшілікті басқару үшін DC-ге әкелген дауларға байланысты тоқтап қалды. Дегенмен биылғы жылдың басына жанкүйерлер Ганның 3-ші және соңғы бөлімін күтті. Сахнаға Ганмен бірге актерлар Крис Пратт, Карен Гиллан, Пол Клементов және Уилл Полтер шықты. Олар фильмде жұлдызды лордтың Гамораның өліміне қалай әрекет ететінін көрсетеді және ракетаның тарихы ашылады. Ган томның соңынан бері адам ұрлықтың келуін меңзеп келеді. Егемен патшайымы Айшаның ұлы адам ұрлық сиқыршылардың қарсыласы болады. Таспаның бір зұлым кейіпкері бітімгер сериалында Чак Фуджи Ивуджи ойнаған жоғары эволюциялық кейіпкер болады. Айтпақшы актер сахнаға өз образымен шықты. Сондай-ақ тұсаукесерде Космоиті, құдіретті батыр адам ұрлық және басқа ғаламнан Гамора шыққан фильмнің бейнеклипі көрсетілді. Бұл туынды сақшылар командасы үшін ең соңғы дәуірі болады. Тағы қоса кететін сериал Галактика сақшылары мерекелік арнайы жобасы 2020 жылдың желтоқсанда жарияланды және Галактика сақшылары сериясының өндірісі кезінде түсірілді. Режиссер Джеймс Ганн бұл жобаны өзінің ең жақсы жұмысының бірі деп атады. Marvel Studios биылғы Сан-Диего комик-конына толық күшпен шықты. Бұл кейіпкерлердің арасында актриса Алака Кокс ойнаған саңырау ампутация кейіпкері Эхо бар. 4-ші және 5-ші фазада келесі жылы да тұсауы кесілетін Локидің 2-ші маусыммен бірге Эхоның премьерасы 2023 жылдың жазында болады. Эхо ұзақ уақыт бойы дамып келеді. Майя Лопес өткен жылғы Қыран-көзді дебют жасағанға дейін өзінің жеке сериясы жасыл түсте болды. Эхо Джереми Реннердің Клинт Бартонын өлтіруге бел болды. Оны бірінші кезекте осылай жасауға итермелеген адам Уилсон Фискке қарсы шықты. Донафрио сонымен бірге Уилсон Фиск рөлін қайта ойнауға дайын. Егер денені көрмесеңіз, кейіпкер әлі тірі деген сөз. Сондай-ақ актерлік құрамға Чарли Кокс Мэтт Мёрдок рөлінде қосылды. Ол өрмекші адам үйге жол жоқ фильміндегі қысқа эпизодтан кейін Марвел киноәлеміне қайта оралады. Жанкүйерлер оның оралуына өте қуанышты. Өйткені Daredevil өз бетінше танымал кейіпкер ғана емес, сонымен қатар бірқатар танымал комикстерде Эхоның одақтасы болған. Сериал бұл фильмдегі жергілікті өкілдік үшін емес, сонымен қатар зағип, мүгедек жандарға арналған туынды. Алака Кокс саңырау актриса ғана емес, сонымен қатар ампутация. Эхо әлі шығарылым күнін жариялаған жоқ, бірақ Disney+ экранда 2023 жылдың жазында тұсауы кесіледі. Локидің 2-ші маусымы қазір түсірілуде және келесі жылы жазда тұсауы кесіледі. Сыншыларға ұнайтын бұл сериал туралы аз айтылғанымен, түсірілімдегі суреттер соңғы кездері интернетте көп тарап жатыр. Шілде айында Том Хиддлстон мен Софи Ди Мартино орындаған Локи мен Сильвия 1970 жылдардағы Макдональдс дүкенінде түсірілген кадрлар пайда болды. Сол кезде Сильвия фастфуд мейрамханасының қызметкері кейпінде пайда болды. Дегенмен бұл жолы Сильвия 1-ші маусымдағы костюмін кигенін көруге болады. Мисс Марвелдің орташа несиелік сахнасы Камаланың суперқахарман костюмін киіп бөлмесіне кіруіне басталады. Ол ашуланып төсекке қарай құлайды. Төменгі қабаттан анасы Муниба оған ғылым бойынша үй тапсырмасын орындау үшін айғайлайды. Алайда Камаланың білезігі жарқырап, күлгін жарықпен жана бастағанда алаңдайды. Содан кейін ол көрінбейтін күшпен шкафқа магнит тәрізді тартылып көзден ғайып болады. Камала жоғалып кеткен жерден Кэрол Денверс немесе Капитан Марвел тұрады. Оның қолдары бірдей күлгін жарықпен жарқырап тұрғанына таңдана қарайды. Ол қираған шкафтың бір бөлігін алып, екінші жағына беті бейнеленген плакаттың бір бөлігін көреді.
Ол бейтаныс айналасына үрейлене қарайды. Ол жерде өзінің плакаттары, арт суреттері және естеліктері бар екенін түсінеді. Кэрол Денверсті пұтқа айналдырған Камала Хан сериалдың соңғы сәттеріне дейін, олар орындарын ауыстырғанға дейін екі кейіпкердің арасындағы ешқандай кроссоверді көрмедік. Бұл олардың алдыңғы командалық фильмі Таңғажайыптар үшін негіз болады. Таңғажайыптар фильмінің зұлым кейіпкерін актриса Зева Эштон ойнайтынын біраз уақыттан бері білдік. Зева Эштон Таңғажайыптар фильмінде Крей лидері Дар Бенді ойнауы мүмкін. Оның Мисс Марвелді клан тағдыры іздегеннен басқа білезігі болады. Содан кейін басқа ғаламшардың пайдалы ресурстарын алу үшін жаңа қаруды қолданатын болады. Ол нысанға алатын ғаламшардың бірі Аланда. Онда Кэрол дипломатиялық себептермен Ханзадаға үйленеді. Бірақ ресурстарды тасымалдау үшін жасалған барлық порталдар ғаламды тұрақсыз етіп, нәтижесінде сол уақытта біз білетін дәрігер Стрэндж есіз мультфильмде естіген көпәлемдік апат орын алады. Моника Рэмбо шабуылды түзету үшін басқа ғаламға кіруге мәжбүр болады. жылы екі дүркін Оскар сыйлығының иегері Махершала Әли сомдайтын кастингтен басталған еді. Содан бергі 3 жыл ішінде жаңартулар мүлдем болған жоқ. Панелде Кевин Файги түсірілім жұмыстары қазан айында басталатынын жариялау үшін сахнаға шықты. Бас Сэм Тарик режиссер болуға қол қойды. Әрине, COVID-19 пандемиясы Марвелдің жоспарларына бірнеше кедергі келтірді. Жобадағы расталған кастингтерде Кит Харрингтон ойнаған мәңгілік фильмінде Дэйн Уитменнің пайда болуы ықтимал. Блейдтің дауысы осы фильмнің посткредиттік сахнасына қысқаша естілді. Эрик Уитменнің семсерді таңдауына күмән келтірді. Болжам бойынша бұл көне жәдігер фильмнің негізгі элементі болады. Комикстерде Брукс адам вампир гибриді болып дүниеге келеді. Себебі оның анасы ұлын босанған кезде вампир тістеп алған. Блейд шығу тегін вампир аңшысы болу үшін пайдаланады. Өйткені Эрикке вампирлердің әмірі жүрмейді. Марвел түнгі қасқыр фильмдері мен қорқынышты әлемге көбірек бұрылады. Disney Plus арнасынан шығарылған Хэллоуин мерекесінен басқа соңғы жоба туралы ештеңе айтылмады. Тони Старк суперқахраман поп мәдениетінің үстемдігін сатира көрсететін Amazon хитіндегі Homelander ретінде танымал. Сыбыстарға қарағанда Махершала Әли ойнайтын Блейдтің басты қарсыласы Дракуланың рөлін сомдау мүмкін. Жанкүйерлер Джаред Летоның Морбиус эпизодын армандай алады. Комикстерде Рэри Уильямс Чикагодан келген 15 жасар данышпан технологиялық вундеркинд ретінде бейнеленген. Өзінің бастапқы заңында ол Тони Старктан үлкен шабыт алады және күш жағынан қоса алғанда Тони Старкпен тең. Шын мәнде ол Старкқа ұқсас қару-жарақпен костюм ойлап тапты. Жасөспірім Марк 41 дизайн кері жобалады және Массачусетс технологиялық институтының құрамдас бөліктерімен жаңа костюм жасады. Оның комикстегі басты қарсыласы қылмыстық киборг Люсия фон Бардес немесе Капитан Американың гидрамен басқарылатын нұсқасы болуы мүмкін. Темір жүрек туралы қате түсінік. Оның ашық бисексуал екендігі. Комикстерде оны белгісіз әйел сүйген кезде Рэри бұл сезімдерге жауап бермей, жай толып қалғысы келеді. Енді бұл комикс нұсқасы, бірақ біз Ваканда мәңгілікте кездесетін Рэри туралы не деуге болады? Экрандағы сипаттамасы туралы көп нәрсені білмейміз. Тек оның комикс нұсқасы сәл өзгеше болуы мүмкін. Мысалы, Темір жүректің комикстегі шығу тарихы Вакандаға қатысы жоқ. Сонымен қатар кек алушылар ойының соңғы оқиғаларынан кейін тәлімгерсіз әрекет ету қиын болуы мүмкін. Темір жүрек 2023 жылдың көктемінде Disney Plus арнасында көрсетіледі. Бірақ алдымен ол 10 қарашада шығатын Қара Пантера Ваканда мәңгілік фильмінде пайда болады. Жақын болашақта экрандарымызды көркейтетін тақырыптардың бірі WandaVision спин-оффы Агата Харкнес үйі енді басқа атаумен айтылады. Бұдан былай шоу Агата Хаус Ковені деп айтылады. Ең бастысы серия 2023 жылдың қысында жарық көреді. WandaVision'де зұлым сиқыршы екені анықталған. Ванда Максимовтың бейкүнә көрінетін көрінісі өткен жылы жанкүйерлер кейіпкерге ғашық болғаннан кейін алғаш рет қара комедия ретінде жарияланған болатын. Сайып келгенде тақырыпты өзгерту семантикаға көбірек ұқсайды. Ханмен бірге WandaVision'ның басшысы Жак Шефердің оралуын атап өтеді. Ол тағы да тізгінді өз қолына алады. Ол сонымен қатар сериалдың бас продюсері болады. Үш маусымдық Daredevil сериясы жанкүйерлер арасында ең жақсы сериал ретінде жоғары бағаланды. Тұсаукесер кезінде Кевин Файги танымал Daredevil сериясы Disney Plus платформасына шығарылатынын растады. Жаңа сериалда әдеттегідей басты рөлді Чарли Кокс сомдайды. Есте болса, Кокс өрмекші адам үйге жолдық фильмінде соқыр адвокат Мэтт Мёрдок рөлін сомдаған. Файги сонымен бірге жақында Қыран-көз сериалында кембиг ретінде пайда болған Винсент Донафрионың оралатынын растады. Донафрио тағы да Алакуа Кокс басты рөлді сомдайтын Эхо сериясында пайда болады. Чарли Кокс пен Винсент Донафрионың Daredevil әлеміне өздерінің қолтаңба рөлдерінде оралатын жалғыз адамдар болмауға қажет.
Егер бастапқы серияның бас кейіпкері мен антагонисті екінші мүмкіндік ие болса, Фоги Нилсон мен Карен Пейдж бұған лайық жандар. Атап айтқанда, әлемдік көрермендерді танып, сүйіспеншілікке бөленген актерлерді елге қайтармау үлкен зиян болар еді. Алдағы She-Hulk сериясында Карен Пейдж, Эмил Блонскийдің ісі туралы жазатын репортер болуы мүмкін. Олардың Marvel киноәлемін жалғастыру үшін шексіз мүмкіндіктер бар, және Netflix сериясының жанкүйерлері үшін олардың қайта оралын көру қуаныш болар еді. Ұзақ мерзімді жоспар туралы қуанып, 5-ші кезеңге арналған панельден шығатын үлкен жаңалықтардың біріне тоқталайық. Энтони Маккидің Капитан Америкаға оралуы ақырында ресми атаққа ие болды. Осы айдың басында Джулиус Онақтың Капитан Америка хикаясының 4-ші жазбасын басқаруға тағайындалғаны туралы хабарланды. Фильмді Сұңқар мен қысқы сарбаз сериалының жетекшісі Малком Спелман, жазушы Даллан Мусулмен бірге жазады. Стив Роджерс кек алушылар ойының соңғы оқиғасынан кейін ерекше қалғанда сәнге бергеннен кейін Сұңқар мен қысқы сарбаз Маккидің Сұңқар мантиясын аяқтап Капитан Американы қабылдады. Қазіргі уақытта Капитан Америка жаңа әлем тәртібі қашан өндіріске енетіні туралы ешқандай мәлімет жоқ. Комикстерде жаңа әлем тәртібі қызыл бас сүйек негізін қалаған ойын болды. Гидра кек алушылар Альтрон дәуірі кезінде жойылғандай көрінгенімен, әлемде қайтадан жаулап алуға сенімді қадамдар жасауы мүмкін. Олардың бүкіл ұраны, бір басын кессеңіз, оның орнын тағы екеу болады. Жаңа Гидраны кім басқаратына келетін болсақ, Арним Золо Капитан Америкада жойылғанына қарамастан әлі де тірі болуы мүмкін. 5-ші кезең 2024 жылдың 3 мамырында аяқтала бастағанда, жанкүйерлер Капитан Американы үлкен экрандағы көрінісін көру үшін театрларға кіре алады. Панель қызықты хабарландырудың ұзақ тізімін жеткізді. Соның ішінде студия президенті Кевин Файги Найзағайлар фильмін жария етті. Бұл команда Marvel'дың нағыз қауіпті антиқахармандардың қайсысы күш біріктіру үшін мықты екендігі туралы болжауға келді. Marvel Studios Найзағайларды түсіруді жоспарлап отырған бағыт туралы әлі де аз мәлімет болса да. Көптен бері әр фильмде байқалып жүрген команданың басшысы Графон Валентинаның арам пиғылына негізделуі мүмкін. 4-ші кезеңде ол Елена Белованы Кейнтті іздеуге азғырып, Джон Уолкерді Еуропадағы әрекетінен кейін ақш агенті ретінде жаңа бағытқа итермеледі. Барон Земо, Таскмастер, Ақвижн, Амбоминация, Елес, тіпті қысқы сарбаздың өзі топтың құрамына кіреді. Фильм режиссері Джейк Шрайер. Оның ең танымал жұмысы Джон Гриннің Паппер Тоун жасөспірімдер романның фильмге бейнеленуі және Кенрик Ламар мен Кейн Уэст сияқты әншілерге арналған бірнеше музыкалық бейнеклиптер түсіріп берді. Фильмге келетін болсақ, 2024 жылдың 26 шілдесіне шығаруды жоспарлап отыр. Кевин Файги 6-ші кезеңдегі алғашқы фильм болатын және құпия соғыстарға апаратын жолды бастайтын нақты растады. Студия басшысы айтқандай, алдағы фантастикалық төрттік фильмі комикстегі шығу тарихымен жүрмейді. Сұхбаттарына Файги суперқахраман командасын Marvel киноәлеміне тартуға басқаша көзқараспен қарау жоспарларын талқылады. Көп адамдар бұл топтың шығу тегін біледі. Біз мұны қалай қабылдаймыз, және олар бұрын ешқашан көрмеген сюжетті әкелеміз дейді продюсер. 1961 жылы Стэн Ли мен Джек Керби жасаған фантастикалық төрттік көбінесе Marvel'дың бірінші отбасы деп аталады. Сонымен атақты квартеттің шығу тарихы үлкен экранда суреттелмейтін сияқты. 2000 жылдардың ортасында Fox 2 фильм түсірді. 2005 жылғы фантастикалық төрттік және оның жалғасы 2007 жылғы фантастикалық төрттік Күміс серфердің көтерілуі. 2 фильмнің де режиссері Тим Стори болды және басты рөлдерде Ион Гурфуд, Джессика Альба, Крис Эванс және Майкл Чиклис ойнады. 2015 жылы Fox фантастикалық төрттік фильмін қайта бастауға шешім қабылдады. Оның құрамында Майлз Теллер, Кейт Мара, Майкл Баккари Джордан және Джейми Белл бар. Бірақ Джош Транк басқарған фильмді сыншыларды көрермендерді теріске шығарды. Marvel алғаш рет 2019 жылы Сан-Диего Комик-конында фантастикалық төрттік жобасын жария етті. Сол жылы Джон Уотс фильмді түсіруге шақырылғаны белгілі болды. Дегенмен Уотс жобадан осы жылдың басында шықты. Кастингге келетін болсақ, оны әлі хабарлаған жоқ. Дегенмен Джон Красинский фанаттардың сұрауымен Дәрігер Стрэндж ессіз мультфильмде Рейд Ричардс нұсқасын сомдады. Красинскийдің жаңа фантастикалық төрттік фильміндегі рөлді қайта сомдайтыны белгісіз. Сыбыс фантастикалық төрттікке 3 атақты актердің қосылғанын көрсетеді. Джейми Дронан, Рейд Ричардс, Аманда Сейфрид, Сью Штормды және Джо Кири, Сьюдің ағасы Джонни Штормды сомдау мүмкін. Marvel қазір фантастикалық төрттік жобасын 2024 жылдың 8 қарашасында шығады деп жоспарлауда. Кевин Файги Сан-Диегодағы Комик-кон 2022 көрмесінде 2025 жылға дейінгі болашағын сипаттайтын бірнеше жерде дүрсілкіндіретін хабарландырулар жасады. 2025 жылы Marvel бір емес, 2 кек алушылар фильмін дайындайды. Барлығы 11 фильм, олардың 3-еуі ғана фантастикалық төрттік, Кан әулеті және құпия соғыстар.
Осы оқиғалардың арасында 8 құпия жоба барын білеміз. Райан Рейнольдс Дэдпул франшизасының басты жұлдызы болды. Жанкүйерлер өрмекші адам мен профессор Икс сияқты бұрынғы кейіпкерлерін Марвел киноәлеміне көшіру және актерларын бірге алып келу үшін өз жобаларында жеткілікті пайдаланып қалды. Райан Рейнольдс Дэдпул рөліндегі үздік актер екені бәрімізге мәлім. Marvel Studios бұл актерді жібере алмайды. Рейнольдс бұл кейіпкердің табысы үшін өте маңызды. Ол тіпті өзінің соңғы 2 жобасында режиссер болған Шон Левиді 3-ші Дэдпул фильмін басқару үшін Marvel киноәлеміне әкеле алды. Дэдпул камераға қарап, аудиторияға оқиғаны айта алатын жалғыз кейіпкерлердің бірі ретінде маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. Осылайша ол Disney Foxпен келіскеннен кейін Marvel киноәлеміне ауысуы тікелей расталған жалғыз мутант. Дэдпул 3 қазірдің өзіне дайындалып жатқандықтан, фильм премьерасын 6-шы фазада табатын сияқты. Сью Шанг-Чи осы уақытқа дейін 4-ші кезеңде ұсынылған ең мықты кек алушылардың бірі. Осылайша Сэмюэл Людің келесі жобаға оралуы расталды. Жазушы режиссер Дастин Даниэл Крэттон да оралады. Шанг-Чидің болашағы сақинаның құпиясын одан әрі тереңдете түсуі мүмкін. 2021 жылы пандемияға қарсы шектеулерге қарамастан, фильм кассамен сыни хит болды. Бұндай мотивация Марвелді басқа фильм түсіруге итермелейді. Қара Пантера Ваканда мәңгілік ансамблінде Немор мен атлантидалықтарды қарсы алғандай, Шанг-Чи 2 Дэнни Рэнд пен Кун Лунмен ұқсас орындарды кеңейте алады. Сонымен бірге Кун Лун мен оның чемпионы Темір жұдырықты таныстырады. Шанг-Чи мен Темір жұдырық алдымен достық орнатып, содан кейін өздерінің қасиетті патшалықтарына жақындаған қауіппен күреседі. Netflix пен Disney Plus сериалдарынан бас тартуына сыни көзқарастың нашарлығын ескере отырып, Финн Джонс бейнелеген Дэнни Рэнд рөлінде көруіміз екіталай. Мультиверс сага кезінде жас кек алушылар командасына қатысты ештеңе болмады. Жанкүйерлер біраз уақыттан бері команданың жұмыс істеуі мүмкін деп болжаған болатын. Әсіресе бірнеше кейіпкерлер, соның ішінде Хейли Штанфилдтың Кейт Бишопы, Хочил Гоместің Америка Чавесі және Иман Веланидің Камала Ханы кино экранынан көріне бастады. Айта кету керек, егер Marvel команданы 7-ші кезеңге немесе одан кейінгі кезеңдерге итермелесе, ұсынылған жас кек алушылар бұдан былай жас болмайды. Оған дейін де жас актерлар өсіп-өніп бой жетеді. Қазіргі уақытта кек алушылар жалғыз команда емес. Джулия Луи Дрейфустың Валентинасы найзағайларды жинап жатқан сияқты. Блейд түнелдарын біріктіретін ойы бар. Және 4-ші кезең жас кек алушылар үшін сахнаны құра отырып, көптеген жас буынмен таныстырады. Трендтің басы WandaVision бағдарламасында Билли мен Томми Максимовтан басталып, Элли Брэдли, Кейт Бишоп, Америка Чавес және Камала Хан 4-ші кезеңде шашыраңқы болумен жалғасты. Бұл үрдіс тек алдағы жобаларда. Соның ішінде Құмырсқа адам мен Квантум манияда жалғасады деп күтілуде. Marvel Studios бірте-бірте толық жас кек алушылар құрамын құруға жақындап келеді. Тек оларды бір-бірімен таныстыру ғана қалды. Бұған дейін Хейли Штанфилд Квантум мания фильмінің түсірілімінде байқалған. Мүмкін қыран-көз Кейси Лэнгті жас кек алушылар тобының бірінші мүшесі ретінде жалдайтын шығар. Жас кек алушылардың нақты жиналуына әлі бірнеше жыл бар. Элли Брэдли әлі патриот болған жоқ. Ал Вика мен жылдамдық қазір Marvel киноәлемінде өмір сүрмейді. Ессіз мультфильм фильмінің орта несиелік сахнасында Клеяның қызықты таныстыруынан кейін дәрігер Стрэндж және оның жаңа серігі өз әлемдерін көп жақты шабуылдан сақтау үшін жолға шықты. Көрермендер болашақ фильмде өздерінің шытырман оқиғаларына оралуын күтеді. Бірақ жоба әлі Marvel Studios тарапынан расталмады. Ресми растаудың жоқтығына қарамастан, Сэм Рэймидің режиссерлік дебютін қабылдау, оның 2016 жылы басталған трилогияны аяқтау үшін франшизаға қайта оралуы мүмкін. Жер 616-ның басқа ғаламмен бірге болуы, кек алушылар құпия соғыстарда төніп тұрған қауіпті орнатудың тамаша тәсілі болар еді. Сиқыршы жоп бұл миссияда сәтсіздікке ұшырайтынын білдіреді. Сондықтан триквел міндетті түрде жалғасады. Төртінші кезеңге дейін жарияланған әлі шығарылым күні көрсетілмеген жалғыз қалған жобалардың бірі Дон Чидлдің алғашқы жеке сериясы Құрыш соғыстары. Дон Чидл сериясы әлі де түсіріліп жатыр деп растады. Бірақ жобаның 5-ші фазада болмауы, оның келесі 2 жылда премьерасы болмайтын көрсетеді. Соғыс машинасының ендігі шығатын уақыты болды. Бірақ алдымен ол Рэри Уильямсты темір жүрек ретінде тәрбиелеуге көмектеседі деген қауесет бар. Жеке сериалдан бөлек Чидл 2023 жылы құпия шабуыл сериалында пайда болады. Сюжеттің контекстін және Родидің Америка үкіметіндегі беделді мәртебесін ескере отырып, оның кейіпкерін айтарлықтай дамытатын рөлі бар. Бәлкім, Чидлдің кейіпкері құпия шабуылда Скрул болып шығуы мүмкін. Сондықтан оның жеке альбомы кейінірек шығады. Комик-конда қауесетке айналған түнгі қасқыр туралы ресми хабарландыру болмады. Арнайы Хеллоуин осы күзде шығады деп күтілуде.
Бұл жобаның композиторы Майкл Джакиноның режиссерлік дебюті болады. Джакино маусым айында Фаза Zero подкастында жақында Marvel тоғысымен бөлісетін болады деп үміттенген. Әуел бастан түнгі қасқыр сериалы түсіріліп қойған, кастинг ірі сауда орындарымен расталмады. Және Halloween 2022 Disney Plus премьерасына белгіленген. Күздің дәл бұрышында D23 келе жатыр, сол кезде ресми түрде таныстырылады. Элизабет Уилсонның Алқызыл мыстаны өзін бүкіл Marvel киноәлемінің ең мықты кейіпкер ретінде дәлелдеді. Ессіз мультфильм фильмнің соңында қайтыс болғанына қарамастан, көптеген жанкүйерлер кейіпкердің жеке фильміне оралуын талап етті. Әрине, фильмдегі әрекеті үшін өзін толық өтей алмаған Ванда оралуға дайын болар. Не болмаса, Ванда есін жинап, кек алушыларға қайта қосылу үшін Кангпен кездесуге дайындалады. Мәңгіліктердің ортаңғы кредиттік сахнасы Marvel болашағына екі маңызды кейіпкерді қалдырды. Паттон Освальдтың Пип троллі және Херри Стейлс сомдаған Эрос, яғни Стар Фокс, франшизада басты рөлге ие болу үшін дайындалып жатқаны анық. Ал мәңгіліктер екі алға жылжымаса да, мифологиялық тіршілік иелерінің тарихы жеке формада жалғасуы мүмкін. Кевин Файги мәңгіліктердің жалғасын құпия сақтауы мүмкін. Бірақ Пип пен Эрос мәңгіліктердің маңызды бөлігі болады деген түсінікті ашық айтты. Комикстердегі ең танымал мәңгілік болғандықтан, Эрос ерте ме кеш пе өз франшизасының тақырыбын алады. Шанг-Чи 2 фильмнің режиссері Дастин Даниэль Крэттон Marvel Studios пен кек алушылар фильмінің ең күшті кейіпкерлерінің біріне бағытталған ғажап адам шоуында серіктес болады. Иондық энергиямен жұмыс істейтін ғажап адам, a.k.a. Саймон Уильямс, суперқахарман және Голливуд киноактері болу арқылы өмірін қайта құрған кәсіпкер. Әзірге оның қашан шығарылатыны туралы мәліметтер жоқ. Marvel'дың 2024 жылы қысқа қарай жұмбақ жобасы бар. Бұл слот Райан Куглердің Ваканда спин-оффы болуы мүмкін. Disney Plus үшін Ваканда тақырыбына арналған телехикая әзірленуде. 2022 жылдың қарашасында Қара Пантера Ваканда мәңгілік пен телешоудың арасында біршама қашықтық болады. Бірақ Marvel жанкүйерлері құпия соғыстар басталмай тұрып, патшалықта не болып жатқаны туралы жаңартуды қалайтыны сөзсіз. Жоба туралы көп нәрсе белгілі емес, бірақ басты назар Дора Милош көшбасшысы Окаяда екені айтылады. Өндіріс 2023 жылы басталады деп жоспарланса, сериалдың өзі 2024 жылдың аяғында шығып қалар. 2025 жылы Disney Plus компаниясы Nova туралы жобаға жұмыс істеуі мүмкін. Бұл фильм немесе сериал екені расталмағанымен, Nova Disney Plus үшін ғарыш шоуын әзірлеп жатқаны туралы бұрынғы есеппен сәйкес келеді. Осы жылдың басында Ай серияның жазушысы Сабир Пирзаттың қатысуымен Nova сериясын әзірлеп жатқаны белгілі болды. Жоба 6-шы фазада дебют болады. Әсіресе 5-ші фазаның ешбір жобасы ғарышқа шықпайтын сияқты. 2025 жылдан кейін жарияланатын шоулар қалмауы мүмкін. Сериалға идея табу үшін жаңа кейіпкерлердің ішінде Немор, Геркулес және Қара сері барлығы Marvel шоуларын жүргізуге мүмкіндігі бар. Бұрыннан бері әртүрлі қауесеттердің тақырыбы болған Ади қаһарман, Еле шабандозын ұмытпайық. Олардың жеке жобаларынан кейін Ай сері, Түнгі қасқыр және Блейд сияқты кейіпкерлердің қайда бара жатқаны белгісіз. Бірақ бұл сұрақтың жауабы түнгі ұлдарын құруға алып келеді. Кек алушылар Кангпен күресіп жатқанда, 3 кейіпкер мистикалық қауіппен күресу үшін жиналады. Want to know how Phase 6 ends. And there are 2 films that bring Phase 6 to a close. Уақыттар алып жүрген кек алушылар қаскөйі, құмырсқамен аралар Квантумания фильміндегі Скотт пен Хоупке қарсы шығатыны алғаш рет анықталғанда, Marvel кейіпкерді өзінің әлеуетін толық пайдаланбайды деген алаңдаушылық болды. 5-ші кезеңде құмырсқамен шайқасып болған соң, ол кек алушылар Канг әулеті фильміндегі жердегі ең құдіретті қаһармандардың келесі тобына қауіп төндіреді. Фильмнің түсініксіз тұсы, жердің ең құдіретті қаһармандары кім болады? Капитан Марвел мен Халк команданың көшбасшылары болу керек. Оған Шанг-Чи, Вонг, Сэм Уилсон, құмырсқа адам және жас кек алушылар тобына жаңадан келгендерде кіруі ықтимал. Кевин Файги алдағы кек алушылар фильмі туралы тым көп ақпарат ашпады. Бірақ Шанг-Чи режиссері Дастин Даниэль Крэттон кек алушылар 5 фильміне режиссер болады деген хабарлар тез тарады. Крэттон осы уақытқа дейін Marvel Studios үшін Шанг-Чи және Он сақина аңыз фильмдерін түсірді. Бірақ бұл фильм соның ішінде негізгі экшн детальдары мен тартымды оқиғаны жеткізуге қаншалықты қабілетті екенін дәлелдеді.
Шанг-Чидің Rotten Tomatoes бойынша 91% сыншы рейтингі және фильмнің пандемия кезіндегі күшті кассалық көрсеткіші көрермендердің де оған қаншалықты жақсы жауап бергенін көрсетті. Нәтижесінде Marvel Studios Дастин Даниэль Крэттонды кек алушылардан басқа ғажап адам Disney Plus сериясымен бірге ұстап қалды. Крэттон 2021 жылдың соңында Шанг-Чидің жалғасын басқаруға келісті. Крэттонның сиквелді басқарып, содан кейін бірден кек алушылар 5-ке көшетінін елестету қиын. Егер мультиверс сагада Крэттонның кесесі бос емес болса, онда басқа азиялық кинорежиссері Шанг-Чи 2-ні түсіру мүмкін. Дастин Даниэль Крэттон продюсер ретінде және сценарий жазу арқылы қатыса алады. Бірақ алдағы жылдары оның басты назары кек алушылар Канг әулеті және кек алушылар құпия соғыстар фильміне аударылады. Marvel панелінен шыққан ең таңғалдыратын жаңалықтардың бірі кек алушылар фильмі біреу емес, олардың екеуі болады. Біріншісі кек алушылар Канг әулеті, екіншісі кек алушылар құпия соғыстар деп аталады. Marvel жанкүйерлері күдіктенген жоба жақын арада ресми түрде жолға шықты және мультиғаламдық дастанды аяқтайды. Фильм кек алушылар құпия соғыс авторы Джонатан Хикмангтың 2015 жылы шыққан комик сериясына негізделетін болады. Киноәлем 2 бөлімде эпопея болған шексіз соғысы және ойынның соңғы табыстарын қайталап жатқан сияқты. Файги 4-ші және 5-ші фильмдердің екеуі де кек алушылардан үлкенірек болады деп уәде берді. Екі кек алушылар фильмі олардың атаулары туралы хабарландырумен аяқталмайды. Тағы бір таңғалдыратын мәлімдемеде Файги шығарылым күндерін ашты. Канг әулеті 2025 жылдың мамыр айында шықса, құпия соғыстар сол жылдың қарашасында шығады. Екі фильмдер арасында небәрі 6 айлық алшақтық болады. Мұндай жағдай бұрын соңды болмаған. Кинолар бірінен кейін бірі түсіріледі. Бірақ шығарылымдар арасында осындай қысқа үзіліс бар жалғыз кино Матрица қайта жүктелген және төңкерістер 6 ай аралығымен шығарылды. Және ғылыми фантастикалық сиквелдердің жетістігі Marvel Studios'ның бір-біріне жақын болған кек алушылар фильмдерін шығару туралы шешіміне әсер еткен болуы мүмкін. Ағайынды Руссо басқа режиссерлерге қарағанда Marvel фильмдерін көбірек түсірді. Фильмді түсіру дуэті Капитан Америка қысқы сарбаз, Капитан Америка азаматтық соғыс, кек алушылар шексіздік соғысы және кек алушылар ойынның соңы жобаларының режиссері болды. Олар басқа кек алушылар фильмін басқаруға оралады деген қауесет тарады. Алайда Файги қауесетті қайтадан төсекке салып, орыстардың кек алушыларға қайта оралмайтынын растады. Бұл ағайындылардың басқа да жобаларын басқармайтынын білдірмейді. Айта кетейік, бұл екі фильмнің ішіндегі ең қызықтысы кек алушылар құпия соғыстар лентасы. Ол туралы қауесеттер көптен бері айтылып жүр. Кейбіреулер құпия соғыстар кек алушылар ойынның соңы фильмінен үлкенірек болуы мүмкін деп санайды. Marvel комикстеріндегі құпия соғыстар жердегі ең күшті суперқахармандар тобының басқа ғаламдағы белгісіз планетаға қалай жіберілгені туралы айтылады. Осының бәріне әйтеуір Канг жалау алушының қатысы болуы мүмкін. Виктор Фандум құпия соғыстардың басты қарсыласы болады деген теория бар. Жанкүйерлер өлмекші адам үйге жол жоқ фильмінен кейін басқа актерлер мультфильм арқылы пайда болуын күтетіні сөзсіз. Хью Джекманның Логаны, елес шабандозы Николас Кейдж, Уисли Снайпс сомдаған Блейд, тіпті Марвелдің барлық фильмін сомдап кеткен актерлерді қайтаруға мүмкіндігі жеткілікті. Қазіргі уақытта құпия соғыстар туралы толық ақпарат жоқ. Тек студия кек алушылар Канг әулеті фильмін басқаратын Дастин Даниэль Крэттоннан басқа режиссерді көздеп отыр. Екі кроссовердің шығу кестесін ескере отырып, 6 ай аралығында студияға неліктен екі режиссер қажет екені түсінікті. Және қазір осындай үлкен экипажда басқара алатын адамды табу өте маңызды.